Мысырдан шығу 38-ші тарау. Беселиел мұнан кейін шалынған құрбандықтар өртеліп ұсынылатын үстелді ақ қараған ағашынан жасатты. Үстел 4 бұрышты, ұзындығы мен ені 5, биіктігі 3 шынтақтан еді. 4 бұрышынан мүйіз тәрізді шығып тұрған 4 шошақ үстелмен бір тұтас болды. Үстел соңынан қоламен қапталды. Оның мына құрал саймандарының бәрі қоладан жасалды. Күл салғыштар, қалақтар, қан бүркуге арналған тостағандар, шанышқылар және шоқ салатын табалар. Ұсталар отқа арналған торды да қоладан жасады. Оны үстел қабырғаларының ортасына дейін жететіндей етіп, астынан, ішкі жағынан орналастырды. Олар қола шығыршықтар құйып, соларды қола тордың 4 бұрышына бекітті. Ақ қарағаннан жасалып, қоламен қапталған сырықтар сол шығыршықтарға кіргізілді. Құрбандық үстелін көтеріп алып жүрген кезде, сырықтар оның 2 бүйірінде болды. Осылай үстел қоламен қапталған тақтайлардан іші қуыс етіліп құрастырылды. Кездесу шатырының кіре берісінде жиналып, ғибадат ететін әйелдер қола айналарын Тәңір иенің жолына бағыштаған болатын. Сол айналардан тазару рәсіміне арналған қола қазан мен оның қола тұғыры жасалды. Мұнан кейін Беселиел киелі шатырдың ауласын жіңішке зығыр жіптен тоқылған перделермен қоршатты. Ауланың оңтүстік және солтүстік жақтарының ұзындығы 100 шынтақтан болды. Осы екі жақтың перделерін іліп қою үшін 20 қола тағанға орнатылатын 20 бағанадан әрі сол бағаналарды байланыстыратын күміс ілгіштер мен сырықтар жасалды. Ауланың батыс жағының ұзындығы 50 шынтақ болып, перде 10 тағанға орнатылатын 10 бағанаға ілініп қойылатын болды. Солардың да күміс ілгіштері мен сырықтары бар еді. Ауланың кіре берісі орналасқан шығыс жағы да 50 шынтақ болды. Кіре берістің екі жағындағы перделердің ұзындығы 15 шынтақтан еді. Әр перде 3 тағанға орнатылған 3 бағанаға ілінетін болды. Аула айналасындағы барлық перделер жіңішке зығыр жіптен тоқылды. Бағаналардың үстіңгі иықтары күміспен қапталды. Бағаналарға арналған тағандар қоладан құйылып, ілгіштер мен перделер ілінетін сырықтары күмістен жасалды. Бүкіл бағаналар бір-бірімен сол күміс сырықтар арқылы байланыстырылды. Ал аула кіреберісінің пердесі қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден түрлі өрнектер мен кестеленіп тоқылды. Оның ұзындығы 20 шынтақ, биіктігі аула перделерінікі сияқты 5 шынтақ еді. Қола тағанға орнатылған 4 бағана күміс ілгіштері мен сырықтарымен бірге дайындалды. Перде соларға ілінетін болды. Бағаналардың үстіңгі иықтары күміспен қапталған еді. Ауланы қоршаған бағаналар мен киелі шатырдың өзін бекітуге қажетті күллі қазықтар қоладан жасалды. Келісімнің айғақтары сақталатын киелі шатырды дайындауға жұмсалған заттардың есебі төменде берілген. Мұсаның бұйрығы бойынша леуліктер діни қызметкер Харон ұлы Ітамардың басшылығымен осы есепті жүргізді. Яхуда руынан шыққан Ури ұлы Хур немересі Беселиел жаратқан иенің Мұсаға тапсырғандарының бәрінде жүзеге асырды. Оның көмекшісі Дан руынан шыққан Ахисамах ұлы Ахолиап болды. Ол зергер, өрнектер ойлап шығаратын көркемдеуші, сондай-ақ қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке зығыр жіптерден кесте тоқитын тоқымашы еді. Жаратқан иеге тербеп ұсынылған тартулардан киелі шатырдың күллі жұмыстарына жұмсалған алтынның барлық мөлшері 29 ат басындай және 730 ресми мысқал болды. Қауымның санаққа енгендерінен жиналған күміс мөлшері 1775 ресми мысқал болды. Санаққа енген
жасы 20-ға толған, не одан асқан барлығы 603.550 ер адам еді. Олардың әрбіреуі бір бекадан күміс берді. Бека ресми мысқалдың жарты мөлшері. 100 атпасындай күміс киелі шатыр мен перделерге арналған бағаналардың 100 тағандарын құюға кетті. Әр тағанға бір атпасындай күмістен. 1775 мысқал күміс бағаналардағы ілгіштер мен сырықтарды жасап, бағаналардың үстіңгі иықтарын қаптауға жұмсалды. Тәңір иеге тербеп ұсынылған қола тартудың салмағы 700 атпасындай және 2400 мысқал болды. Осы қоладан кездесу шатырының кіреберісіндегі бағаналардың тағандары, құрбандық үстелі мен оған қажетті құрал саймандар жасалды. Сонымен қатар, киелі шатырдың ауласының айналасы мен кіреберісіндегі бағаналардың тағандары, шатырдың өзінің және күллі ауласының бағаналарын бекітуге қажетті күллі қазықтары да сол қоладан жасалды.